Не видео түсірмейтін соңғы кездері? Ой, соңғы кездері что-то ақша болмай кетті. Видео түсіруге сонда ақша керек па саған? Иә. Қадалып қалды. Ой, вообще мен сенен қарағанда бір күнде толтырып ақша табатын едім, егер жұмыс жасасам. Жұмыс жасашы онда. Бүйтіп келсек онда. Не істейік? Кім күні бойы көбірек ақша табады, сол барлық қоржындағы ақшаны алып кетеді. Жазсамыз бірімізді? Иә. Нешеге дейін онда сразу айт. Қазір бастап кетейік аш. Қазір бастап кешкі 7-ге шейін бітіреміз. 7-ге дейін. Иә, любой ешқандай ограничение жоқ. Давай онда 1000 теңге капитал болсын. Алғашқы капитал саған 1000 теңге, бұған бір нәрсе сатып алып сатып жіберген бар. Осындай челленджді көптен күткен шығарсыздар. Өте сапалы, жынды видео ойын деп жатыр. Ендеше сразу лайктарын басыңдар, ал біз ендеше бастаймыз. Кеттік! Достар, не дейтін? Достар, ақшаның барлығы жерде, ақшаның барлығы базарда. Сондықтан да бүгін мен базарға барып, киім сататын болам, анама көмектесетін болам. Киім сатуға сонда ол маған ақша береді деген ойдамын. Және де базарда көптеген тауар сатуға болады. Сондықтан мен осы жаққа келіп отырмын. Короче, мен бүгін көмектесем, қазір сұраймыз қанша бере алады екен қазір. Мама, сен... Мама деме. Бетімді несек. Ана, сіз бізге қанша бере аласыз? Мен маған 2 сағат жұмыс істеймін. Енді 2 сағат жұмыс істесең... 1000 хотя 1000 жарым. 2000 теңге берейін, сағатына 1000 теңгеден. Все болды. Все, мен көмектесем, сатам. Давай. Қойық, бол керек, достар. Короче... Мен алып кетейін. Неге? Мен ар жақта отырам. Маған менің настроение болмай тұр. Робот жақындап келе жатыр. Мен күліп отырмын, а сен неге мұңайып отырсың? Өткен инстаграмды қараш, 4027 подписчик. Футбол ойнағанын түсірдім, сені түсірдім. Неше түрлі ютубта жоқ контенттер бар, қызықты стористар бар. Еще мен инстаграмға алдын ала қашан видео шығатын, қандай видео шығатын айтып отырамын, подсказка бер. Достар, инстаграмға мен видеолардың астына ютубтан келдім деп айтып кетіңіздер, сол кезде мен сіздерде лайк басатын боламын. Может, тіркелемін сіздерге даже. Инстаграм өте қызық. Так что тіркеп кет. Ал достар, мен көшеге шықтым. Енді мен ойланып тұрмын, не істеуге болатынша. Былай қарап тұрсаң, менің ойымша, мен өзім лицоммен ақша табуға болатын сияқты. Яғни реклама жасаймыз, яки TikTok түсіремін, біреумен фотоға түсіп ақша табамын. USB сондай сататын жерге келіп тұрмын. Қазір кіріп көремін, атын айтпай қояйын пока. Сол может рекламаға келісетін шығармыз. Ассалаумағалейкум. Сізге реклама керек емес па, жаңағы блогерден? Жоқ, рахмет. Біз өзіміздің бар. Адам бар ма? Бар. Hamalım karşı Hayt alma içtim tınanın Hayt alma içtim Көшеде кетіп бара жатыр едім, кафені көріп қалдым. Реклама керек па екен, керек емес па екен, тексеріп көрейік. Менде бір ұсынысым бар еді. Блогер едім ғой, реклама жасап жібер. Кішкене реклама керек па? Реклама 500 теңге, бірақ менде ютубта 350 подписчик бар. Мен айтып тұрған былай ғой, сіз қазір 500 теңге берсеңіз, мен потом жіберемін, ютубқа саламын видеоны. Рекламамен осыны. Қалай алдын ала 5 теңге? Қалай алдын ала 5 теңге бересіз? Иә. Ну, мен уже түсіріп жатырмын видеоны былай. Жақсы, ладно. Ничего себе, 500 теңге реклама. Короче, достар, мен, осы челленджді ұтатын шығармын, походу. Не, қанымдар қандай брендтар бар, бізде вообще барлығы бар. Сатасың, жинайсың, басынан жинайсың, сосын соткансқа? Менкі алам. Олай болмайды. Соткан ұстауға болмайды, ұрлап кетуге болады дейді мама. Адамдар келеді, анжақ қалып барасың, басқа бұйт. Иә, жақсы. Сосын мусорларды жинайсың, киімдерді қоясың. Жақсы. Короче, мен сатушының дәптерін толтырайын деп жатырмын. Не, тесес бар. Света бердің ғой? Мен қазір заблюрить етсің. Короче, мен мына жер кішкене шашылып қалған екен, жаңа бір клиент келіп еді. Соны қазір жинайтын боламыз. Қақылық болады екен.
Видишь, ключики как-то чух-чух. Так, достар. Мужской, посмотрите. Мужской. Достар, мен сатып атам. Прикол. Мужской. Мындай алып кеттім. Короче, бұл оның идеясы еді, сатылған. Мен, короче, өзім сатып жіберемін мынаны. А? Может, подаришь ты мне на Новый год? Это просто так. Все, рахмет. Ана 440 теңгеге алып едім өзіме. 500 теңгеге сатып жібердім. Достар, бизнес процветает, 60 теңгеге плюс табыс көрдім. Инка манты жеп аламын осыған орай. Манты. Ма, біреуін жейм, ма? Рахмет. Кешіріңдер, достар. Бұл видеоға мен вообще дайындалған жоқпын, шынымды айтайын. Сондықтан да мен бірінші ойымда мынандай болды. Ең көп адам жүретін жерге барамын, сол жаққа барып кішкене идея келеді деп ойлап тұрмын басыма. Бірақ та менде кішкене бір плюс бар да менде. Адам көп жерде мен подписчиктерім кездестіріп қалуым мүмкін. И сол подписчиктермен фотоға түсіп, кішкене қанша ақша бере аласыз, қанша ақша бересіз. Короче, может TikTokқа видео түсіремін бірге көрермендермен, көреміз, короче. Ладно, кеттік Мегаға. Мама, давай мен қазір саған 1 сағат жұмыс істеймін, 2 сағат емес. Потому что менде уақыт аз. Әзімханаға қайтпаймын. Бірақ сен 2000 теңге төлейсің, мен саған 1000 теңгені қайтарып беремін. Схитрить хочу, схитрить. Олай бола ма? Болады, бәрібір контент. Жақсы. Все, давай. Мен жұмыс жасап болдым. Енді мама, давай. Рахмет, бала. Рахмет. Жақсы жұмыс істедің, да. Біз қайта береміз онда. Достар, менде қазір 2 идея болып тұр. Ол біріншісі домбырамен ақша табу, ал екіншісі арзан зат алып базардан, мегадан қымбатқа сату. Мысалы базарда заттар арзан тұрады ғой, соны 500 теңгеге алып 700 примерно сатып жіберуге болады деймін айтамын. Сондықтан сол 2 идеяны іске асыратын боламыз мегаға. Короче, достар, мен қазір мына 3-ші этажда тұрмын. Көрермендерім кездесіп қалса. Видео түсіріп жатырмын да, 24 сағатта кім көп ақша табады деген түсіріп жатырмын. Әне мен жарысып жатырмын. Фотоға түссеңдер кішкене 50 теңге бір нәрсе болмайды. Ассалаумалейкум. Біз андай видео түсіріп жатырдық қой. 24 сағатта кім көп ақша табады, әне мен жарысып. Фотоға түскенге 300 теңге бересің. Давай, смело. Тиімді. Қанша жалко емессің? Каспия ма? Каспия ма? Қанша жалко емес, сонша бере саласың. Чөмес түсіріп жатырдық қой. 100 жүгірі. Давай, өзіңді. Абдуши қой. Мен фристайло деген тартатын болам. И сонда маған ақша береді деген айтамын. Все, короче, мен кеттім, мен неде. Что там? Рахмет, ағайын. Біз ешім Білесің ба, сұрамадық. маған 500 теңге салып жүрді бір көрермен. Не? Саған берем деді. Но сен Каспийінді білген жоқпын мен. Саған аударып жіберем 500. Молодец. Ой, сташки, қайтақшы. Bir aulаны қарасаң, түр аула әдейім болып тұрады да.
Бірақтан мындай темірлер вообще жаман-ақ не в тему болып тұр. Сондықтан да менің ойымша, осы темірлерді металломға тапсырып ақша алмайым. Сол сұрақ туындап тұр. Короче, осы темірлерді алып металломға тапсырып тастап көрейін. Примерно хотя бы 500 теңге түседі деген ойдамын. Жарты жолда шашап тоқтап қалдым. Мынаны қараңыздар. Мынаның өзі 5 келі, мынау 5 келі қосқанда 10 келі деп ойлап тұрмын что-то. Все. 920 кеттік. Мың теңге берсе жақсы болатын еді. Все, 1000 теңге болды аға, 1000 теңге болды аға. Все, рахмет. Все, достар, 1000 теңгені сақып қоямыз қалтамызға. Все, достар, енді менде уже 2150 теңге бар. Все, рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Бірақ анау ап-ауыр зат қой, ап-ауыр зат үшін 1000 теңге. 1000 теңге деген аз, мен анау деген 10 келі затты өтеріп келдім. Мен прямой эфир түсіргім келіп тұр TikTok-тан. Менде біле білмейтіндерім болса, менде TikTok-та каналым бар, 50 мың подписчик. Азимхан MDV деген жазылып кетіңіздер, еще. Сол жерден мен прямой эфирлар түсіре аламын. И сол жерден сіздер подарка жібере аласыздар маған. TikTok-тан прямой эфир түсірем қазір. И сол жерден мен подарка алып, заработать еткім келіп тұр ақша. Болады ғой да олай? Айдалан түсіре бермеш. Все, короче, мен прямой эфир жүргізіп бастап жатырмын. Қазір маған подарка берсеңдер, күшті болушы еді. Ну, конечно, сендер білмейсіңдер әлі. Потому что енді қарап жатсың, TikTok каналым бар екен, енді біліп жатсыңдар ғой. Все, енді күтеміз, достар, бүйтіп адамдар жиналады, біз әңгіме айтамыз, сөйтіп отырып түсіреміз. Короче, достар, мен видео түсіріп жатырмын. Қандай видео дейсіңдер ғой? Мен 24 сағат бойы ініммен жарысып жатырмын. Ақша жинап. Достар, мінеки видеоны қорытындылайтын уақытта жетті. 24 сағат челлендж аяқталды. Кім көп ақша жинады екен бүгіндікке? Тексерейік па? Білмеймін да. 1, 2, 3. 2,5 мың. 2,5 мың. Сенші. 2 мың. 5 мың теңге туан почти. Ойнайтам менде тағы бар. Носкидің астына салып қойдым ана. Мен істедім, ана реклама жасадым бір оға. Ойнайды. Нұрланбек жеңіске жетті. Осындай қызықты челлендждер ары қарай жалғастырып түсіретін боламыз. И келе жатқан жаңа жылдарыңызды мен сіздерді құттықтағым келіп отыр. Видеоға лайк басыңдар, каналға тіркеліңіздер, және де обязательно инстаграмымызға тіркеліп қойыңыздар. Өйткені бізде инстаграмда, ютубта жоқ контенттер түсіреміз, и мен всегда видеолардың алдын ала қашан шығатын стористарымды айтып отырамын. Жақсы, бәріңіз сау болыңыздар.